Surely we've wronged ourselves. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المباركين. اللهم ارض عنهم جميعا. اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة، وعن أهل بدر، وعن أهل أحد، وعن أهل بيعة الرضوان، وعن بقية الصحابة الكرام جميعا يا رب العالمين. ورضى اللهم عن أئمتنا المجتهدين المتبوعين، ورضى اللهم عن كبيرهم وأقدمهم مولانا الإمام أبي حنيفة النعمان فقيه الملة وسراج الأمة، واجمعنا معهم يا ربنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Әлемдердің жаратушысы болған Алла Субханала Тағалаға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла Субханала Тағаланың соңғы елшісі болған сүйікті пайғамбарымызға, ол кісінің таза да пәк болған отбасына және құрметті де сүйікті болған пайғамбарларына, соның ішінде 4 халифа, 10 жәннатпен сүйіншіленген сахабаларға, Бәдір шайқасына, Ухуд шайқасына қатысқан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға таудың түбінде байғат берген және тағы да басқа да барлық сахабаларына Алланың салауат сәлемдері болсын. Және Алла Субханала Тағала біздің имамдарымызға, 4 имамымызға Алланың разылығы болсын. Соның ішінде ең үлкені жас жағынан имам Абу Ханифа, Алла ол кісіге разы болсын. Әмма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أحبتي في الله، كنت قد بدأت معكم في الأسبوع الماضي الكلام عن أسرار الصلاة، ونواصل الكلام هذه الليلة، فنسأل الله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мен أحبتي في الله деген сөз, яғни Алла жолында жақсы көрген бауырларым деп жатыр. Біз өткен отырысымызда, өткен уағызымызда намаздың сырлары жайында, намаздың маңыздылығы жайында уағыз бастаған болатынбыз. Иншалла сол уағызымызды, сол дәрісімізді осы кеште ары қарай жалғастырамыз. صلة روحية بين العبد وربه. إن استشعر المصلي أنه بين يدي الله جل وعلا كان في حالة غير حالة ما قبل الصلاة، يستشعر ذلك من اتصل بربه عز وجل اتصال محب وراج وخائف. Намаз адам мен пенде мен Раббысының арасындағы рухани байланыс. Сол үшін де адам баласы Алла Тағаламен байланысқа түскен кезде өзін ерекше сезінеді. Және шынайы Алла Субханала Тағаланың алдында тұрғанын сезінетін болса, оның сезімі, жан дүниесі намазға кіруден алдыңғыдан өзгеше, басқаша болады. Және ол үшін адам Алла Субханала Тағаланың алдында тұрған кезде Алланы жақсы көруші, Алладан үміт етуші, Алладан
korkuşı adam retinde turu gerek. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر الذي يغلي بما فيه عن النار، وذلك لأنه يستشعر أنه بين يدي الله جل وعلا. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазға тұрған кезде Раббысына мінәжат етуге, Алланың алдында тұрған сезініп намазда тұрған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегінен сондай бір қайнап жатқан қазанның даусындай дауыс шығатын, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай халде тұратын, сол халі жандағыларға сезілетін. كان لا يشعر بالألم من طول القيام والقراءة، لأن لذته بالقرب من الله جل وعلا ومناجاة المولى سبحانه وتعالى تجعله لا يشعر بالدماء التي تسيل من قدميه صلى الله عليه وسلم. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазда тұрған кезінде ешқандай бір қиындық сезбейтін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінәжаттың ләззатын сондай сезінді. Бұл сезім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қатты баурап алғаны соншалықты аяқтары ісіп кеткен кезде сол аяқтарының ісіп кеткенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сезбейтін еді. والصالحون كذلك، فهذا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على جده المصطفى، كان في المسجد يصلي فوقع جانب من جوانب المسجد فأحدث ضجة كبيرة هائلة، حتى أن أهل السوق أتوا إلى المسجد وانفض الناس إلى المسجد، ولكن علي بن الحسين ظل واقفا يصلي. فعندما انتهى من صلاته عجب له الناس وقالوا: لما لم تخرج من المسجد؟ قال لهم: ولما؟ قالوا: وقع حائط جانب من جوانب المسجد. قال: والله ما شعرت به. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артынан ерген ізгілердің де халі сондай еді. Сол ізгілердің бірі Али ибн Хусейн, яғни Хазрет Али радиаллаху анхудың немересі, намазда тұрған кезінде барлық дүниені ұмытып кетер еді. Бір күні мешітте намазда тұрған кезінде мешіттің 4 дуалының бірі құлап түсті. Мешіттен адамдар шығып кетті, және мешіттің төңірегіндегі базардағы адамдар келіп, не болды, астына біреу, дуалдың астына біреу қалып қалған жоқ па, тағы да басқа да сондай бір, яғни ана жерде орысша айтқанда бір паника болды адамдарда. Бірақ Али ибн Хусейн радиаллаху анху намазын оқып тұра берді. Намазын бітірген кезде адамдар: неге мешіттен шықпадың, басқа адамдар шықты ғой деген кезде: неге шығамын деді. Мешіттің бір шетін дуалы құлап түсті, енді басқа да екінші жағындағы дуалдар да құлап түсіп, мешіт сен жауып қалуы мүмкін еді ғой деген кезде Али ибн Хусейн радиаллаху анху: мен еш нәрсе сезген жоқпын деп жауап берген еді. Яғни ол кісілер намазға кірген кезде төңірегіндегі барлық нәрсені ұмытып қояр еді. هذا لأن الواحد منهم في صلاته بروحه وليس بجسده فقط، يكون ذاكرا لربه متصورا أنه يقف بين يدي المولى، يتصور الجنة ويتصور النار، وكل ذلك يظهره عن الدنيا. أيضا لو نظرنا إلى عروة بن الزبير وهو من التابعين الأجلاء ابن سيدنا الزبير بن العوام،
الزبير وقع في رجله مرض شديد، أصيب بمرض يستدعي أن تقطع قدمه، فأشار عليه الأطباء بأنه لا بد من قطع القدم، وإلا فإن المرض يسري إلى بقية جسدك وتموت. فقال إذا فاقطع القدم. فجاء الطبيب بالمرقد بالبنج فقال له ما هذا؟ قال هذا بنج حتى نبنجك حتى نخدرك. فقال له ولم؟ إنني لا أحب أن يقطع عضو من بدني أتقرب به إلى الله وأنا في غفلة عنه. فرفض المخدر. فلما أراد قطع قدمه جاء الطبيب ومعه مجموعة رجال أشداء، فنظر إليهم عروة بن الزبير وقال ما هؤلاء؟ قال يمسكونك حتى إذا أخذت السكين في قطع قدمك لا تتمنى ولا تتحرك. قال لا، إن شاء الله تعالى لن أتحرك، ولكن انتظروا علي حتى آخذ في ذكر الله تعالى، حتى أشتغل بذكر الله جل وعلا، فإن أخذت في ذكر الله فاقطعوا قدمي فإني لن أشعر بشيء من ذلك، لأن ذكر الله تعالى يغلب على قلبي وعقلي. وفعلا أخذ في ذكر الله، فأتى الطبيب بالسكين فقطع قدمه ولم يتململ أبدا ولم يتحرك، لأن غلبة الذكر غلبت الألم في قطع قدمه رضي الله عنه وارضاه. Ол кісілер намазда тұрған кезінде тек қана тәнімен емес, намазда тәнімен және жанымен тұратын еді. Яғни олардың намазы дененің және рухтың намазы болатын еді. Сол үшін де ол кісілер бүкіл дүниеден шығып кеткендей болатын. Сондай кісілердің бірі Уруа ибн Зубайр радиаллаху анху, үлкен ғалым табиғиндерден Зубайр ибн Ауам радиаллаху анхудың ұлы. Алла субханала тағала ол кісіге сынақ беріп, аяғында бір ісік, бір ауру пайда болды. Дәрігерлер бұл ісікті, бұл ауруды кесіп алып тастау керек, яғни аяғыңды сол ауру шыққан жерден, жара шыққан жерден кесіп тастау керек, болмасам бұл жара, бұл ауру денеңнің басқа бөліктеріне де тарап кетеді деп диагноз қояды. Яғни солай жасау керек деп шешеді. Ол кісі жарайды деп келіседі. Сонда ол кісіге ұйықтататын, ауруды сездірмейтін дәрі алып келеді. Уруа ибн Зубайр бұл не деп сұрайды? Бұл сені ұйықтату үшін, яғни қазіргі тілмен айтатын болсақ, наркоз дейді. Сонда ол кісі, мен бұл аяқпен Аллаға жақындап жүрген едім, Аллаға құлшылық жасап жүрген едім, Аллаға құлшылық жасап жақындауыма себеп болып жүрген менің бір ағзам, мен сезбей тұрған халде денемнен бөлініп кетуін, денемнен алынып тасталуын қаламаймын деп. Ондай болса жарайды деп дәрігер бірнеше денелі кісілерді алып келеді. Бұлар не үшін дейді? Бұлар сені ұстап тұру үшін, аяғыңды кесіп жатқан кезде қимылдап кетпеуің үшін деген кезде, жоқ, бұлардың маған қажеті жоқ. Одан да мен тұрып намаз оқиын, намазға тұрған кезде Алланы зікір етіп, Алланы мінәжат етіп, сол сезім менің бүкіл жанымды, тәнімді баурап алған кезде менің аяғымды кесіндер, себебі зікірдің ләззаты, сол Алланы зікір етіп, Алланың алдында мінәжатта тұрған кездегі сезім ауруды басқасын иншалла басып кетеді, сол кезде мен қимылдамаймын деп
ол кісі намазға кірді, және шынында да намазда тұрған кезде ол кісінің аяғын кесіп алып тастады. Ол кісі еш нәрсе сезген жоқ. Неге? Себебі Алланың алдында тұрған кезде олар барлық нәрсені ұмытып қоятын еді. Тіпті денесін кесіп жатқан кезде денесін кесіп жатқанын да сезбей қалды. Және бұл ешқандай таңқаларлық нәрсе емес, себебі пайғамбар, білесіздер, сондай сұлу пайғамбар әйелдердің алдына өткен кезде Құранда олар қолдарын кескіледі дейді, яғни өздерінің қолын кесіп жатқанын сезбей қалған еді. Ал енді Аллаға шынайы махаббат қойған адам Алланың алдында тұрған кезде бұндай халде болуы ғажап емес. الصلاة لها آثار عظيمة قبل أن يأتي المرء إلى الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد فإحدى خطواته تمحو سيئة والأخرى ترفع درجة. Және намаздың адамға берері өте көп, намаздың әсері өте үлкен. Ол намазға келуден алдын, намаздың кезінде және намаздан кейін болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде кімде-кім үйінде жақсылап дәрет алып, мешітке қадам басып келетін болса, оның бір қадам басуымен Алла субханала тағала күнәсін кешірсе, екінші қадамын басқан кезде екінші қадамымен оның дәрежесін көтереді деді. ثم أيضا الوضوء نفسه وهو الذي يسبق الصلاة يكفر السيئات. إذا توضأ العبد فأسبغ الوضوء فإن تغفر ذنوبه أو تكفر سيئاته مع آخر قطر الماء، يعني آخر قطرة من الماء، ماء الوضوء، تكفر سيئات الإنسان. إذا هذا أثر أيضا قبل أن يدخل الإنسان في صلاته هو تكفير سيئاته. Және қарап отыратын болсақ, бұл адамның намазға кіруінен алдын, намазды бастаудан алдын алатын пайдасы. Намазға келе жатқан кезде Алла субханала тағала оған сондай жақсылық береді. Және сондай-ақ намаздан алдын, намаздың әсерлерінен адам намаз үшін дәрет алған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: кімде-кім жақсылап дәрет алатын болса, дәретін толық етіп алатын болса, және сол дәреттің суының соңғы тамшысы денесінен тамып кетуімен Алла субханала тағала оның күнәларын кешіреді дейді. Бұл да намазға кіруден алдыңғы адамға намаздан болатын жақсылықтар. إذا سيئات تكفر أثناء الوضوء وسيئات تغفر بالطريق إلى المسجد ورفع الدرجات. فإذا دخل المرء المسجد فإنه ضيف على الرحمن وحق على المضيف أن يكرم